Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Бұл каналымызда біз атақты мұсылман әлемінің түс шорушы ғалымдардың еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол себепті каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Бүгінгі түс шоруымыз түсімде қайтыс болған анамды көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер сіз түсіңізде анаңызды көрсеңіз, жұмысыңыз алға жүріп, мол табыс табатындығыңыздың белгісі. Ал егер анаңызбен сөйлесіп тұрсаңыз, жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Қайтыс болған анаңыз жылап жатқандығын көрсеңіз, қажылай қиындықтарға тап болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде анаңыздың жылап жатқандығын көру сіздің денсаулығыңыздың сыр беріп жүргендігінің белгісі. Егер түсіңізде анаңыздың сізді шақырып тұрған көрсеңіз, ата-аналық міндетіңізді дұрыс орындасын деп сізге кеңес беруде. Сондықтан да балаларыңызға көп көңіл бөліңіз. Ибн Сирин: егер түсіңізде анаңызды көрсеңіз, басыңыздағы қайғыңыздан арылатындығыңыздың белгісі деген. Егер түсіңізде анаңызды сүйсеңіз, сіз бір жақсы амал жасап, Аллаға жақындағандығыңызды білдіреді. Егер анаңыз түсіңізде үйіңізге келсе, үйіңіз берекелі болатындығын білдіреді. Жағдайы нашар адам түсінде өмірден өткен анасын көрсе, жағдайының жақсаратындығын білдіреді. Бірақ та Аллаға ұнамсыз нәрселер жасап, маңдайыңызға жазылған рызық несібеден айырылып қалмаңыз. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың сыртынан бақылап тұрсаңыз, сіздің бақытты екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде анаңыздың сізге хабарласқанын көрсеңіз, сіздің жасап жүрген бір жаман ісіңізді ешкімге ұнамай жүргендігін білдіреді. Сол себепті ол істен аулақ болыңыз. Түсіңізде анаңыздың жылап тұрғанын көрсеңіз, анаңыздың қарызы бар екендігін белгісі. Сол себепті анаңыздың қарызын өтеп беріңіз. Ал егер қарызы болмаса, немесе білмесеңіз, анаңыздың атынан шамаңыз келгенше көбірек садақа беріңіз және көбірек дұға қылыңыз. Егер түсіңізде анаңызды сізге келіп ашуланып тұрғанын көрсеңіз, сіз бір адамды ренжітіп қойғандығыңызды білдіреді. Сол себепті сол адамнан кешірім сұрағаныңыз дұрыс болады. Достар, егер де осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментария жазыңыз. Сондай-ақ бұл видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.